Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін ақпанның 6-сы, жексенбі. Бүгінгі видеоның тақырыбы Яндексті жаңағы қосымша табыс ретінде сенбі, жексенбі, мейрам күндері шығып 5-6 сағат жұмыс істеп, қандай табыс табуға болады деген сұраққа жауап беруге тырысатын боламын осы видеода. Өзім сенбі, жексенбі, мейрам күндерде таксовать еткенді ұнатам өзім. Өйткені кептеліс аз болады, адамдар кішкене көңілдірек болатын сияқты, чибі сәл көбірек түседі деген сияқты ғой. Так что ажырамаймыз, видеоның соңына дейін көреміз. Видеоның ішінде тағы бір-екі пайдалы лайфхак десе болады, сондайларды айта кететін боламын. Кейбір адамдар білетін шығар, опытный таксистер, опытный таксист болмасаңыздар, пайдалы информация болады деп ойлаймын сіздер. Тағы да бір қысқаша рейтинг, приоритет, активность жайлы айтып кетейін. Приоритет бұлайда өздеріңіз көріп отқандай плюс 7-ге жетті. Ол маған серебро үшін берілді. Өткен айда кішкене сәл көбірек заказ жасаған үшін осындай сереброға жеткіздім приоритетімді. Золото, платина дегендер бар. Платинаға жетсеңіздер плюс 5 береді, золотоға плюс 3 береді. Бұл неге керек? Бұл керек, кімнің приоритет жоғары, сода заказ көбірек түседі. Мысалы, бір микрорайонда 2 машина тұрып, бір заказ келетін болса, бірінші кімнің приоритеті жоғары, соған берілетін болады заказдар. Так, келесі ары қарай кеттік. Активность 100, активностьті түсірмеуге тырысыңыздар. Ол неден түседі? Активность, заказды отмена жасасаңыздар, активностьтеріңіз түсіп кетеді да, және активность түсіп кеткен адамдар жаңағы беріліп жатқан заказдың соңғы точкасын көре алмайтын болады. Рейтинг 5-тен 5, рейтингіңізді неғұрлым жоғары болса, жаңағы мынау неде рейтинг выше 4,95-тен болса, плюс 3 приоритет береді. Приоритетті түсіндіңіздер, жаңа заказ көбірек алу үшін. 5-тен 5 менде өте жоғары көрсеткіштер бұл негізі. Сосын Яндексте кішкене арасында пахвала деген болады, мынандай результаты недели 24-нен 30-на дейін вы попали в 5% тех, у кого самые высокие показатели качества в вашем городе. Это очень высокий результат дейді. Как держать? Вот. Мына жерде көрініп тұрады, қандай отзывтар жіберген. Вежливостьқа 4 берген екен, хороший настроениеға 3 рет голосовать еткен екен. Чистота, приятная музыка, интересная беседа. Осының бәрін жаңағыдай орындап жүретін болсаңыздар, машиналарыңыз таза, музыканы қатты қоймай, аккуратно айдайтын болсаңыздар, рейтингтарыңыз жоғары болады. Мен жаңа айтқанымдай, телефоным қатып қалды да, бір заказды қабылдай алмай қалдым. Активностьтім түсіп кетті, міне 95 болып қалды. Енді қараңыздар, заказға бара жатырмын. Пункт Б, баратын жеріміз көрсетілмеген, көрдіңіз бе? Так что заказдарды отменять етпеңіздер. Өткен видеоның комментарийларында мынандай сұрақтар кездестірдім. Жаңағы Яндекс фонының қалай ауыстыруға болады, жаңа қараңғы немесе жарыққа. Менде автомат түрінде ауысады, мен оны ешқандай настройка жасамағам. Телефонымда автояркость тұр, жаңағы өзі қадағалап отыратын. Қараңғы жерге кірген кезде яркость азаяды, қатты жарыққа шыққан кезде яркость көбейеді. Сосын кешкісін күн батқаннан кейін Яндекс ол уже біледі ғой, мына Алматыда күн батты деген кезде ол уже өзі темный режимға ауысатын болады. Мына фонды қарап отырсаңыздар, кеш күн батқаннан кейін өзі автомат түрінде осындай қараңғы фонға ауысады. Ол не үшін? Ол водительді жолдан отвлекаться етпесін, көзіне жарығы жаңағы түспесін деп жасалған. Екінші сұрақ, балансты қайдан толтырам деген. Балансты толтырудың қажеті жоқ Яндексте. Егер сіздің балансыңыз, мені де қазір данный момент балансымда 920 теңге тұр, осы баланстан Яндекс өзінің проценттерін алып отыратын болады. Осы балансыңыз минусқа кіріп кеткен жағдайда сізге
жаңағы заказдар тек қана картамен төленетін заказдар ғана түсетін болады. Ол клиенттерден сіз ақша алмайсыз. Яндекс сол клиенттің карточкасынан ақшаны шешіп алады да, осы сіздің балансыңызға түсетін болады. Балансыңыз қайтадан плюске шыққаннан кейін сізге қайтадан наличный, безналичный сөйтіп берілетін болады заказдар. Және де міне жаңағыдай безналичная оплата 1140 теңге, жаңағы безнал деген оплата осылай төленеді. Осы адамнан, осындай клиенттерден ақша алмайсыздар. Просто завершить дей саласыз, болды. Сонымен ол сіздің шотыңызға, мына жаққа балансыңызға түсе беретін болады. Көрдіңіздер ғой, бағана қандай болып еді? Қазір міне 2900 жиналып қалды уже. Мінекей, қаңтардың 6-сы 13:05 сағат. Жексенбілік істеріңізді бітіріп алғаннан кейін 5-6 сағат шығып жұмыс істесеңіздер болады. Линияға шығайық. Бүгін кішкене повышенный спрос на такси дейді. Мынау көк зоналарда машина аз, заказ көп. Сол көк зоналардың ішінде, фиолетовый деген ғой, фиолетовый зонаның ішінде тарифтер кішкене жоғарырақ болады деген сөз. Осында егер сізде заказ түспей жатса, міне көрдіңіздер ғой, 20 секунд өткен жоқ, заказ түсті. Кет, бісміллә деп. Сағат 14:00 болды. Опа. Енді айтайын деп жатыр едім. Заказ жоқ деп, заказ түспей жатыр деп 2 минут отырып қалып едім. Міне заказ түсті. Вы приехали. Міне мынандай ғой, оплата наличными деп тұрады. Сіздерге бірінші лайфхак. Жолдың аяқталуына 5 минут қалған кезде әрдайым қараңыздар, оплата наличный. Кейде оплата безналичный болып басталады да, жолжүнеке Яндекс бір әртүрлі себептерге байланысты клиенттің карточкасынан ақшаны шеше алмай қалған жағдайда өйстіп қайтадан наличныйға ауысып кетеді. Сол үшін жолдың аяқталуына 5 минут қалған кезде всегда осыған мән беріңіздер. И әдет қылып алыңыздар, жаңағы клиенттен сұраңыздар. Сізде оплата қолма-қол болса, без дачи шыға ма, шықпай ма? Егер клиентте үлкен купюра болса, 5000 жолжүнеке магазин немесе жаңағы заправкаға кіріп ауыстырып алатын мүмкіндігіңіз болады. Өйткені жеткеннен кейін кей жерлерде магазиндер жабылып қалуы мүмкін, или магазин болмауы да мүмкін. Сағат 15:45. Әзірше 6 заказ жасадым. 6256 теңге болды. Екінші лайфхактың жайлы айтып кететін уақыт келді. Міне ол түскі асқа байланысты. Қараңыздар, таксиде жұмыс істегеннен кейін асты тойып ішпеңіздер. Кішкене аштау болып жүрген дұрыс. Өйткені сол кезде қатты тойып ішіп алсаңыздар, ұйқыларыңыз келіп, есінеп бытшыт болып кетесіздер, короче. Вот кішкене аштау болсаңыздар, жұмыс істей бересіздер ары қарай. Вот тағы да бір айта кететін зат, мына түскі асты үйден ішетін болсаңыздар, үйде дайын ас болса, үйден ішкендеріңіз дұрыс, әрине. Жаңағы аналарыңыз немесе жұбайларыңыз дайындап қойған астарыңызды барып ішетін болсаңыздар, мен қазір үйден алыс жерден, бірақ үйге барып түскі ас ішу үшін мына линиядан шығамыз да, заказы по пути деген, мына домой, заказы по пути домой бүгінге 2 рет пайдалансам болады. Мен түскі ас ішуге барған кезде басамын, және кешкісін жұмыс істеп болғаннан кейін бассаң, тура сен тұратын жаққа барынша жақындатып береді, клиент тауып береді. Бекерден бекерге бензин жағып, уақыт кетірмейсіздер. Үйге дейін заказ тауып береді сіздерге. Өте ыңғайлы функция. Яндекске бұл үшін вообще респект. Пайдаланыңыздар. Тағы да бір қоса айта кететін зат, түскі асқа байланысты. Егер үйде дайын тамақ болмаса, өзіңіз барып дайындамай қойыңыз. Менің ойымша сондай. Өйткені сіз үйге барып дайындап, жаңағы өте ұзақ уақыт кетеді. Сосын үйге кіргеннен кейін қайтып шыққыңыз келмей қалады жаңағы жұмысқа.
Сол үшін жаңа Қағанат сияқты асхана столовыйларға барып, сол жерден 800 теңге 1000 теңгеге жаңағы айттым ғой, тойып ішпеңіздер. Кішкене жүрек жалғабаңыз да, оданша ары қарай тағы жұмыс істеп, былай негізі жаңағы Қағанатқа кіріп, ас ішіп шығу, ары кетсе 15-20 минут уақыттарыңызды алады. Ол 800 теңге, 1000 теңгені сіз 20 минут, жарты сағаттың ішінде Яндекс арқылы қайтадан шығарып аласыздар. Жаңа айтқанымдай чек 970 теңге болды. Салат, компот, нан, пельмень, жарты порция. И және тағы бір айта кететін зат, осы асқа қоса саламыз ғой деймін, жаңағы лайфхактардың бірі. Суды азырақ ішіңіздер. Өйткені кіші дәретпен проблема, заказ түсіп атады, іздеп жүресіздер, енді жаңағы дәретхана аз ғой бізде. Сол себепке байланысты, кіші дәретті ұзақ шыдаған, ол деген денсаулыққа өте зиян екенін білетін шығарсыздар. Қоса кететін зат, әсіресе дизи, мынау жаңа энергетический сулар болады ғой, горилла деген 1 грамм пайдасы жоқ заттар. Оданша ұйқыларыңызды ашқыларыңыз келсе, кофе ішіңіздер. Оның пайдасы неғұрлым көбірек. Және жаңағы дизи, энергетический бір бәле, жаңағы горилла сияқтыларда менің опытым бойынша жаңағы ішсең бітті, жарты сағат, 1 сағаттан кейін уже толады ғой, қайнайды бәрі. Так что солай. Так, сағат 5 болайын деп жатырмын, асымды ішіп алдым, түскі асымды. Ас ішіп отырып жаңалықтарға кірсем, Шавкаттың жеңісін көрдім, 3-ші жеңісін. UFC-дағы жеңіс құтты болсын, ағайын. Ал біз бісміллә деп ары қарай линияға шығамыз. Қағанаттан шықтым. Заказ түсті, кеттік. Так, мінеке ағайындар, сағат 8-ге 5 минут қалды. Бүгінгі табыс 12.850 теңге. Яндекстің проценттерін алып тастаған кездегісі. Барлығы 16.220 теңге болған. Яндекс пен біздің қазақстанский такса парктарымыз өздерінің проценттерін алғанда мана қалатыны 12.800 теңге. Пробегіміз 138 километр болды. Менің машинамның расходын сұраған еді алдындағы видеоларда. Машинамның расходы қалалық режимда 100 километрге ровно 10 литр жейді. То есть қазір мана 14 литр бензин жақтым деп есептейтін болсақ, 14 литр бензин 14-ті көбейтеміз, 180 ғой қазір. 2520 теңге. 2500 деп есептейік. Сондағысы таза қалғаны, бензиннен бөлек қалғаны 10.300 теңге болады. Жұмыс істеген уақытым сағат 1-ден 8 болды ғой қазір, 7 сағат. 1 сағатын алып тастаймыз. Жарты сағат түскі асқа және жарты сағат өзім бір шұғыл жұмыстарым болып қалды. Сол себепке байланысты жарты сағат бір орнымда отырдым, жүрген жоқпын. 7 сағатқа 10.000 теңге, 7 сағатқа 10.000 теңге деген демалыс күнге жаман көрсеткіш емес. Видеоның тақырыбы қосымша табыс еді ғой. 7 сағаттың ішінде 10.000 теңге, сағатына 1428 теңге таптық деп есептеледі. Қаңтар ақпан айлары Яндекске мертвый сезон деп айттым алдында. Сол үшін бұл ең аз деген көрсеткіштердің бірі. Оған қатты ренжімеңіздер. Яндекске ренжімеңіздер дегенім ғой. Мен үлкен опытым болғаннан кейін білемін да, что қаңтар ақпанда қатты үлкен заработыққа үміттенудің қажеті жоқ деген сияқты.
Вот. Каналға жазылып қойыңыздар. Болашақта әлі жұмыстың алдында және жұмыстан кейін және индрайвермен салыстырмалы видеолар болады. Индрайвермен бір күн бойы жұмыс істеп көрем. Және бұйырса бір кісінің грузовой машинасын алып, егер сол кісі рұқсатын берсе, грузовой тарифтерді көрсетіп, көптеген қызық видеолар болады. Жазылып қоюды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Жаңағы ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийға кіріп, ұялмай жаза беріңіздер. Және конструктивный критика күтем сіздерден. Может, бір нәрсе ұнамаса да ұялмай жаза беріңіздер. Келесі видеоларымда қателерімді жөндеп, бұдан да жақсырақ қылып түсірем деген үміттемін. Рахмет көргендеріңізге. Сау болыңыздар.